Номері екінші станция біріншілік жарақатты өңдеу. Бірінші жарақатты өңдемес бұрын науқастың келісімін алуымыз керек. Егер науқас келісімін бере алмайтын жағдайда болса, онда ата-анасынан немесе қамқоршысынан аламыз. Жарақатты өңдемес бұрын жараның сипатына, яғни статус локалис көңіл бөлеміз. Бұл жерде жараның тереңдігіне, ластануына, қан кету бар ма жоқ па, және жараның жиектеріне қарайып шығамыз. Жараның сипатына көңіл бөліп болған соң, қолымыздағы стерилді қолғапты стерилдігін бұзбай отыра кидік, енді жараны өңдеуді бастаймыз. Жараны арнайы стерилденген құрал саймандармен өңдейміз. Бірінші қолымызға пинцетімізді алып, арнайы дайындалған дәкені аламыз. Осы дәкені жақсылап спиртпен 70% малып сулап аламыз. Жақсылап сулаймыз. Сулап алғаннан кейін жараның ішінен сыртына қарай сүртіп шығамыз. Бұл іс-әрекетті 3 рет қайталаймыз, және де әр сүрткен сайын дәкемізді ауыстырып отырамыз. Жараның сыртын өңдеп болғаннан кейін жараның бетіне көңіл бөлеміз. Бетінде, яғни бөгде заттар бар ма, жоқ па, немесе ластану бар ма, әртүрлі шиша сынық қалдықтары болуы мүмкін. Бөгде зат болғанда оны алып тастап, енді жараның бетін өңдеуге кірісеміз. Ол үшін арнайы стерилденген дәкені аламыз. Бұл дәкені алып 3% сутек тотығымен жақсылап малып аламыз. Жақсылап малып алып, жараның бетін баспай отырып, өңдеп шығамыз. Бұл іс-әрекетімізді жараның беті тазарғанға дейін бірнеше рет қайталаймыз. Жараның бетін өңдеп болғаннан кейін жараға сипаттама береміз. Яғни жараның шеткі жиектерінен, жараның бетінен қан ағып тұрма, жоқ па байқаймыз, және де тағы бір мұқият жарада ешқандай бөгде зат қалмады ма баға береміз. Енді жараны біз таңуға кірісеміз. Жараны таңғас бұрын арнайы стерилденген дәкеге жақпа майын аламыз. Жақпа майы алып, оның міндетті түрде жарамдылық мерзіміне көңіл аудара отырып, жақпа майды жақсылап дәкеміздің бетіне жағып шығамыз. Дәкеміздің бетіне жақсылап жағып, оны бетіне барынша бір тегістеп, дәкеміздің бетіне жараның бетін қоямыз. Және бұл 3 қабаттан тұру керек. Жараның бетіне тағы бір қабат дәке, міне 3-ші қабат дәкемізді қоямыз. Енді дәкемізді жақсылап қойып, фиксация жасағаннан кейін таңуға кірісеміз. Таңудың өзінің ережелері бар. Яғни стерилді дәкемізді аламыз. Таңғанда біз әрдайым төменнен жоғары қарай жүреміз. Яғни жарақаттың төменгі бөлігінен жоғары қарай әрбір таңған орамымыздың 1/3 бөлігін қамтып отыруымыз керек. Себебі біздің фиксациямыз мықты болу үшін. Жақсылап таңамыз. Науқасқа мүмкіндігінше ауыртпай, және де таңып болған соң түйіндеуді жараның жоғарғы бөлігінен түйіндейміз. Науқастан сұраймыз, таңғыш қалай, қатты қысып тұрған жоқ па, мүмкіндігінше науқасқа ыңғайлы болып тұрма. Енді қолданылған заттарымызды арнайы лотокқа салып утилизацияға жібереміз. Подготовить необходимый инструментарий.
Подготовить необходимый инструментарий: стерильные перчатки, пинцет, марлевые шарики, 70% раствор спирта, 3% раствор перекиси водорода, 5% раствор йода. Затем антибактериальную мазь левомеколь, стерильный лоток. Обработали руки на гигиеническом уровне, надели стерильные перчатки. Обработка кожи. Обработка кожи 70% раствором спирта. Смачиваем марлевые салфетки 70% раствором спирта и обрабатываем кожу вокруг раны от менее загрязненного участка к более загрязненному участку. Вначале сухим, затем смоченным растворами дезинфектанта. Края раны обрабатываем 5% раствором йода. Затем удаляем инородные тела пинцетом, осколки, ткани, траву и так далее. Промокнуть рану стерильными марлевыми шариками с использованием 3% раствора перекиси водорода или 70% раствором спирта. Нанести на рану антибактериальную мазь левомеколь с использованием шпателя. Наложить стерильную марлевую салфетку, прикрепить рану стерильными салфетками. Наложить повязку. Техника накладывания повязки. Расположитесь лицом к больному, чтобы по выражению его лица видеть, не причиняет ли повязка боль. Бинт разворачивайте в одном направлении, причем каждый оборот бинта должен перекрывать предыдущий наполовину или 2/3 его ширины. Закрепить повязку. Конец бинта закрепляем на здоровой стороне или в месте, где узел не будет беспокоить больного. Зафиксируйте, либо зафиксируйте пластырем. По окончанию процедуры весь использованный инструментарий подлежит утилизации.